Мектеп оқушыларының 80% спортпен жүйелі айналысуына мүмкіндіктері жоқ. Бүгін спорт және дене шынықтыру агенттігінің алқа мәжілісінде үкімет басшысының орынбасары Гүлшара Әбдіхалықова осылай деді. Сонымен қатар студенттердің тек 45% ғана тұрақты спортпен айналыса алады деді ол. Ал өткен жылды қорытындылаған ведомство басшысы Тасанбек Есентаев жеткен жетістіктерді тізбектеп шықты. Мәселен, 2013 жылы қазақстандық спортшылардың 732 медаль жеңіп алған. Олардың 98-і әлем чемпионаттарынан, 43-і Азия чемпионаттарынан және 114-і халықаралық турнирлерден ұтып алған жүлделер. Сонымен қатар спорт агенттігі нысаналы индикаторлар бойынша 100% нәтижеге қол жеткізді. Ал ең басты кемшілік ретінде Сочи олимпиадасында орындалмаған жоспар сөз болды. Медаль мен Кузи мен Полторанияны күттік. Енді жаңа айттым мен, спортшылардың негізгі қателік емес, енді бұл жерде қателік жаттықтырушылардікі. Жаттықтырушылар өздерінің жаңағы жоғары деңгейге спортшылардың соның бәрін есептеп алып келу керек еді. Бұл жерде мен ойлаймын, бұл жерде ғылыми жағынан кішкене жетіспеушілік болды.